Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Өнер көзі халықта атты сыр сұхбатымыздың 3-ші кезеңі күй өнері жайлы болмақ. Күй халық тарихының өткені мен бүгінгісін ұштастырар ұлтымыздың баға жетпес мұрасы. Ата-бабадан аманат болып қалған бұл өнерді жалғастырушы жасөспірім жастарымыз бүгінгі күні аз емес. Олай болса, ауылымыздың мақтанышы, жан-жақты өнерлі балаларыңыз Сағынбаева Шолпан бүгін біздің студиямызда. Сәлем, Шолпан. Сәлем, Алке. Құрметті көрермен, сұхбатымызды бастамас бұрын назарымызды сәл экранға салайық. Әлгінде ғана көргенде сен өнер жолына кішкентай кезіңнен келген екенсің. Жалпы ол кезде неше жаста болып едің? Иә, бұл 2012 жылғы түсірілім. Мен мұнда 5 жастамын. Ауылымызда Тілемис Дина Амантаевнаның жетекшілігімен құрылған «Домбыра дастан» атты домбыра ансамблінің клиптеріне арналған өлеңдермен өнер құшағында атты шығармашылық кеш болатын. Осы кеште мен алғаш рет ән орындадым. Ал енді өзің жайлы, отбасың жайлы айтып өтсең, жалпы өнер жолына қалай келдің және өнер жолына келгендегі ұстазыңның есімі кім? Жалпы өзім жайлы айтар болсам, биыл 8-ші сыныпқа көштім. Отбасымда әжем, әкем, анам, апам Айман және Айсұлу есімді сіңілім бар. Осы Талап ауылында өстім. Жаңа айтып өткендей, өнерге 5 жасынан араласып келемін. Негізімен домбыра дастан ансамблінде болғанда шулы аспаптарда, яғни асатаяқ, тай-тұяқта тұрдым. Сөйтіп жүріп, олар алып келерінің домбыраны қалай тартатынын көріп, домбыра аспабына деген қызығушылығым арта бастады. Сөйтіп мен 3-ші сыныпта домбыра үйірмесіне қатыстым. Ең алғашқы және бүгінгі күнге дейінгі менің өнердегі ұстазым Тілемис Дина Амантаевна. Репертуарында қандай күйлер және кімдердің күйлері бар? Репертуарында халық күйлерінен бастап Құрманғазы, Дина бабаларымыздың күйлері, Желдібаев, Аупакіров және тағы басқа әкелеріміздің күйлері бар. Атап айтар болсам, Жастар, Келіншек, Айжан қыз, Аманбол шешем Аманбол, Тойбастар, Өмір жолы, Ерке сылқым, Балбырауын, Қоңыр және тағы басқа күйлер бар. Ал енді көрермендерге 1-2 күй орындап берсең. Ендеше мен достарымның көмегімен Айжан қыз және Наркескен күйін орындап берейін.
Мен би үйірмесіне де қатысамын. Қандай байқау сайыстарға қатыстың және жетістіктерің жайлы айта кетсең? Менің жетістіктерім көп қой, бірақ биылғы жылға алған жетістіктеріме тоқтала кетсем. Бұл 3-ші дәрежелі диплом. Жезқазған қаламыздың 65 жылдығына арналған әнші балапан байқауына ән номинациясы бойынша барғанбыз. Бірақ мен бұл жерге би өнермен барғанмын. Бұл 2 диплом. Бір сайыстан алғанбыз. Алматы қаласынан. Біріншісі аспапта орындаушылық өнері, екіншісі ән салу өнері бойынша барғанбыз. Бәрекелді. Бұл диплом бірінші республикалық Қазақстан таланттары байқауынан аспапта орындаушылық өнері бойынша алған бас жүлде. Ал бұл диплом бірінші халықаралық Қазақстан таланттары байқауынан ансамбль номинациясы бойынша алған 1-ші дәрежелі диплом. Осы жерде айта кету керек, біз Әсемай домбыра ансамблінде тек қана күй ғана ойнап қоймай, сонымен қатар ән орындаймыз, немесе әншілерді сүйемелдейміз. Сондықтан да байқау сайыстарға көбіне ансамбль мен ән номинациясы бойынша барамыз. Шолпан, енді өтініш репертуарындағы күйлерден тағы бір екеуін орындап берсең. Ендеше сіздерге келіншек күй орындап берейін. Babalarımda orundap biriyim.
Үнсіз болсаң тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма? Тілден анық үн барда. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда. Өскелең ұрпақ өз халқының ұлттық өнерін жаста бойына сіңіріп өссе, жан тәнімен сүйсе, ұлтымыздың баға жетпес мұрасы қазақтың киелі қара домбырасын үйреніп, меңгерсе деген ниетпен күй өнеріне бағышталған өнер көзі халықта атты сұр сұхбатымызды аяқтаймыз. Шолпан, бүгінгі студиямыздың қонағы болғаныңа көп рахмет. Өнерің өзге жүзсін, биіктерден көріне бер. Ал құрметті көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы аптада жүздескенше, күніміз нұрлы, аспанымыз ашық болсын. Сау саламатта болыңыздар. Так, вот.